керек. Бұны пастаны қалай да алмау керек. Себебі ол құтқарушы крем, гель, мазь, маска ретінде қызмет жасайды. Мынау арқылы бүкіл ағзамызда, аузымызда ғой біздің микроб миллиардтаған. Сол күнде аузымызға жұтып отырып, суықтың алдын алуға, сквозняктың, мұздайдан бүгін жаурап қалмадым ба, жаңағыдай жөтеліп қалмайын ба деген уайым болмайды. Бұның ең қызығы бірдеңеге нервін жетесіз ғой, біз енді әйелдер. Білмеймін, сағатына бірдеңеге нерв тауып аламыз ғой. Моментально тынышталдырады, мен сізге айта аламын. Жұтасыз, тынышталасыз. Жөтелге жақсы әсер етеді. Одан кейін тамақты ас қорытқанға мықты әсер етеді. Себебі жаңа дәрігер айтты ғой, бүкіл өнімнің құрамы бір, әлемдегі бай құрам, ең қарапайым табиғи 189 өсімдік сығындысы. Міне табиғи белгі біздің Қазақстан нарығында жалғыз бізде ғана бар, мақтансақ болады. Және пастылар бізде күндізгі түнгі бөлінеді тіске, ал бірақ емге бәрібір қасиеті. Ақ пасты жай 40 грамм артық. 189 өсімдік сығындысы бесконтиненттен алып 70% бізден. 250 макро-микроэлемент, ол сұйықтық бізге пайдалы. Әсіресе әйелдерде бізде тез кетіп қалады, біз әр нәрсеге бір уайымдаймыз. Тіпті қазір не жасаймын, не киемін деген сияқты моментально нерв жіберіп отырамыз миға ше. 88 ксантон, ол не ксантон деген? Ол антираковый табиғи клетка бізге дайындайды. Одан кейін 40 түрлі балдыр, сәлеметсіздер, 4 түрлі женьшень. Түсінесіздер ма? Бұның ең басты фишкасы коэнзим қуын суда еритін. Сонау ғасырда 48 ғалым Совет дәуірінен алпауыт 9 елдің алпауыт елдің мықты ғалымдары өндірген, зерттеуіне қатысқан. Ішіндегі 70% ғалымдар қазақстандық болған. 21 ғасырда дамытып жетілген қазақстандық жас ғалымдар. Сондықтан біздікі болып тұр. Және 5 континенттің 70% өнімдер бізден алынып тұр. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан бұл мен айтам, әрқашанда айтам, ата бабамның жеген асы бұл. Бізге жай табиғи түрде келіп тұр да бұл. Менің себебі ата әжем